Қайреке, братан. Не үшін лақтырып жатыр? Мен түсінбедім мыналарды. Мен де түсінбей қойдым бар ғой. Тұрмай ма? Балконда орын бар. Балконда орын жоқ қой. Көрдің ба? Дым орын жоқ қой вообще. Орын болса жарайды ғой. Ассалаумалейкум, жігіттер. Уалейкумассалам. Ассалаумалейкум. Асеттің үйін ремонт отқан сендер ма? Да, а что там? Мен Жұлдыздың әкесімін. О. Амансыз ба? Жақсы ма бәрі? Жақсы. Жай жүрсіз ба? Шаруамен жүрмін, жігіттер. Сөйлесу керек. Айта беріңіз. Бригадир кім? Мен ғой, поставь 25 на 8 ғой. Қаршыға дейсің ба? Қара. Мынаның ішінде полный ремонт бітіретін ақша бар. Бірақ Асет пен Жұлдыз вообще білмей керек. Біліп қойса аға. Білмейді олар. Ол үй тез бітсе болды емес па? Аға, дұрыс, молодец аға. Байқұс ана Асеттің ақшасы жетпей жүрген еді. Аға, молодец, красавчик аға. 10%-ні өзіңе ала сал. Болды. Жоқ. Аға, олай болмайды. Өздеріне беріңіз, өздері білсін не істейді. Өкеш? Аға, өз еркінен кеп тұр, көмек беріп тұр, ондай не қылуға болмайды. Аға, дұрыс. Ана байқұс Асеттің итак ақшасы жоқ болып, бейшара болып іздеп жүрген кезде молодец аға, сізді қолдап жүргеніңізге. Жігіттер, әңгіменің қысқасы былай. Ремонтты тез-тез бітіру керек. Жарай ма? Болды. Смело. Бітіріп тұрмыз ғой. Қызыма обалы болды. Болды аға. Вообще дым ойымдамасаш. Бітіріп тастап жатырмыз ғой. Біз барып мусор тастап келейік. Болды. Тастай. Жақсы аға. Алла разы болсын аға сізге. Жақсы. Жаман емес. Екі жарты ғұмыры тегі әкетті ғұбылда айналып жүр басымда. Жақсы, онда офисқа барайық. Қанша уақыт примерно? 5-7 минут қой. Все, жақсы. Бөкеш. Куш сатып қой мұнда, ё-мое. Сен не қуанып тұрсың, братан, өзіңнің ақшаң құсап? Кімнің ақшасы сенді? Екеуміздің ақшамыз ғой. Қазір ана жетіспейтін стройматериалды аламыз да, қалған ақшасын по ходу дела пополам бөліп аламыз. Жүр кет. Қаршыға, қуасың ба сен? Біліп қойсаң не істейсің? Кім білет, айтшы. Ана екеу біліп қоймаса болды, өз айтты ғой. Олай болмайды Қаршыға. Жұлдызға апарып береміз, өздері біледі не істесе ақша. Тоқта. Қайдағы? Мына бизнес ашатын адамдар бар ғой. Өз ақшасымен ашмайды олар, білесің ба? Бәрі ұрлайды, жарлайды, движение жасап, өстіп тауып, бизнесқа салады. На то пойдет, бұл өкіметтің ақшасы емес, ұрлап жатқан жоқпыз ғой, родной, түсінші соны. Білмеймін, братан, ұят сияқты ка. Арым жібермей тұр. Түгі де жоқ. Жүр кеттік, бәрі нормально өтіп, уайымдамашы. Ақша бар зато, Бәрін қалай жеткізем енді? Жан. Көзіне жұмшы. Неге? Жұмсайшы енді. Жан, қойшы, таки басым қадып атыр. Көріп тұрсың, жеткізе алмай отырмын ештеңе. Не мынау? Ақша? Жоқ, көріп тұрмын ғой ақша екенін. Қайдан алдың? Надеюсь, кредит емес? Жоқ. Или папам берді ма? Жоқ, Жан. Просто машинамызды саттың. Ремонтты қиналмай бітірейін деп. Жан, жындысың ба сен? Неге үйттің? Өзінің еңбегімен алған өзінің машинаң ғой. В смысле өзің? Екеуміздік қой? Неге менікі, сенікі деп бөле бересің? Зато ремонт тезірек бітіріп, рахаттанып тұрмаймыз ба осы үйде? Жан, рахмет сен қолдауыңа. Жан, енді екеуміз бір-бірімізді қолдамасақ кім қолдайды?
Жан, мен саған одан да күштісін алып беремін. Тек сәл уақыт бер, жарай ма? Все же. Давай енді кухняға кафель алайық, мебель алайық. Жарай ма? Конечно. Так, кетік сен. Санаға көмектес. Бриллиантовый кафель аламыз. Бриллиантовый, ондай бар ма не? Сен үшін табамын ғой. Маған көп келетін салып қойын. Шоқырсын, нечен құртып қойып сен де. Так, бриллиантовый кафель аласың, сосын люстра, помнишь, өткен сен люстра? Я. Алатын болдық па? Конечно. Көрсетейін саған, біреудің ақшасын алғанды. Қаршыға! Кел мені. Көмектес. Давай. Ага. Опа. Тағы бар ма? Опа. Сындыра ма? Неге болды? Унитаз ғой. Базар жоқ, Қойып тұршы орнына. Қазір ма? Сосын қойсайшы. Қаршыға, сен сосын бітпейді ғой. Сен сосын ұзаққа созылып кетеді ғой, 3 километрлік. Ё-моё, кәс. Не, Бөкеш? Ана перфораторды қойды, ана выключательдерді не қыласаш, тығасаш мен орныма. Болды, давай, бара берсін. Кстати, магазин кетіп бара жатырмын, бір нәрсе керек па? Так, сушняк, анау бірдеңке жейтін аласаш. Строительный магазин кетіп бара жатырмын деймін. Жоқ, по идее, ештеңе керек емес, нормально. Потом жүрмеңдер, анау жетпейді, мынау жетпейді деп, хорошо? Болды, все ғой. Давай. Сындыра алмашы көкем, пожалуйста, хорошо? Болды. Ақырын. Смело, жолың болсын. Жаппайды осы. Жетті жүрген сияқтымды вроде. Бүкен! Бүкеш, Бүкен! Бүкен аға! Тәте, походу, көзін ашты. Сен тауып қалса, да жетіп ударам. Азот бар ма? Ауыз сәл қызарған. Кетіп шығар, затын қозғалмай тұрсын енді. Давление түсіп тұр. Давление түсіп кеткен, тәте. Ондай болады. Мен бүгінше жата тұрсын. Потеря памяти, потеря речи, или көзі кішкене көрмей қалуы мүмкін, но потом дұрысталады. Болевой шок қой. Все, тәте, рахмет, хабарласам дейсіз що? По-моему, көзін ашып жатқан жа. Шошыттың ғой жағын. Бүкеш, тұршы жатып алмай, сен де бар ғой. Ой, жатсын деп. Бұл кісі вообще профессиональный электрик қой. Ток бьет, значит, любит қой. Көріп тұр, профессионал екенді. Теспеш ма, жата берсін, қаша қош болды.
Не деп жатсың? Прикол ұстап жатсың ба сен? Прикол ұстап отырсың ба? Жан айтты ғой, потеря речи болуы мүмкін деп. В натуре? Точно. Мен онда аптекаға жүгіп барып келейін да, дәрі алып келейін онда, я? Все, хорошо, давай. Братан, горел ішесің ба? Мынау неше? 4. Мынау неше? 1. Ақшаны қайда қойдым, а? Бөгеш. Үйде Асет жоқ, жұлдыз кетіп қалды. Ақша қайда? Айтшы, есіме түсіре алмай отырмын. Ақшаны қайда қойғанын білмеймін, есімде жоқ, прикинь. Ақсет. Ол Айта берші, нормально, үйде ешкім жоқ деймін. Мен жаңа дәріге барып келгенмін ғой. Жатсы, қайда барасың? Жатсы, саған жатсын деді ғой. Не болды? Тұрмас не деді саған? Не болды? туалет. Қыңқ етесің ба? Да? Болды, без проблем алып барам ғой. Байқа ана жерде не қылсаң, өзің не қыласың, түсіндің ба? Потом жүр жүрмей ана жердің бәрін, я? Жүр, давай. Жүр. Давай, тұрсайын. Ева! Давай-ё! Не болды, кіш болып қалдың ба? Давай, шықсай, жүр бар. Жатшы бар, демалшы кішкене. Жақсы соқ болады, жүр. Так, клей алдым. Краска алдым. Так, клей 4 жететін шығар. Жетпесе тағы ала саларым, да? Или сразу алып кетейін, артығы мына. Мынау не үшін звондап отыр екен, Алло! Ассалаумағалейкум аға. Жақсы, аман есен жайлап. Ремонт жүріп жатыр ғой, жақсы. Енді біткенде естейсіздер ғой, новосельеге шақырамыз ғой. Енді аға, орындарыңыз түрде ғой енді, я. Ё-моё, Жұлдыз. В натуре солай істедің ба не? Ема! Жүр, жатайықшы. Жүр, кел, жатшы. Демалшы. Не істеп жатсың сен? Ақша. Айқайламас, ай. Ақша. Естіп қойды. Айтты. Білмеймін. Алған жоқпын мен артықша өтеймін саған. Шынсың ба? Не болды? Өзіңе шақ қойын, қая? Ақша ақ кетті деп ойлайсың ба не? Қая шағын, бачок. Бачок? Не бачок? Новый бачок қой, дұрыс қой, ескісін лақты жібердік емес пе енді. Далбан. Ишак. Ишак. Не көрін сол ақшаны менен тығып, а? Ол сенің ақшаң емес. Ол сенің де ақшан емес қой, на то пойдет атак. Асеттің ақшасы ол. Мә саған Асеттің ақша, түсіндің ба? Ал не дейсің ал енді Асетке, а? Зден ақшаң бер. Айтам Асетке сен. Айт. Жүрдің ғой осы күнге дейін. Кім не береді, соның бәрін алып. Ишак.
Жұлдыз, неге бәрі как есть айтпадың сен? Нені? Сен Батима звондап айтып бер. Мен бәрін білем. Әсет, дұрыстап айтшы, нені айтып берді? Жұлдыз, пожалуйста, тупить етпеші. Адамша мен сені сұраймын. Мен саған бар ғой, нормально айттым ғой. Сені Батинның ақшасы маған вообще керек емес деп. Осы ремонтты өзім бітірем, өзім бірдеңкесін қылам деп. Әсет, мен саған нормально айттым ғой, мен машинаны саттым деп. Жұлдыз, шынымды айтсам бірдеңе бола ма, а? Айтшы маған. Мына ақшаны ал да, сен папаны апарып бер. Сосын айт, біздің өмірге вообще араласпасын деп. Шаршадым мен уже. Әсет, мен папам не істеп қойды саған сонша? Екеумізді қолдап жүрді ғой? Сөйлеген шығар. Бірақ осы 5 жыл бойы алмаған квартираны енді алып тұрсың ғой? Рахмет! Осы үйді өзім алдым ба, өзі ремонтты бітірем конкретно. Сен папаның көмегі біздің өмірге араласпаса болдым. Сол жетеді маған. Несінде олсын, Әсет? Мен саған как есть айттым. Папам маған ешқандай ақша берген жоқ. И потом артынан келмей ақ қойшы. Рахмет саған. Келмеймін мен. Не деген адам соншама, ё-моё. Понятиясы бар жігіт қой, өзімен өзі жүрмеймін. Асетжан, Не ғой, саған бір әңгіме бар еді? Не болды тағы? Не алу керек, айтшы маған. Жоқ, ештеңе керек емес. Не ғой? Қазір бөкен өзім айтам дейді. Асеке, Жұлдыздың папасы. Адамша, айтшы нормально, өтінеш. Жұлдыздың папасы. В общем, ана мусорлар бар еді ғой, бағана мына жерде тұрған. Соны далаға шығарып жатқан кезде, тастаймыз деген кезде... Қарша, пожалуйста, созбай, адамша айтшы. В общем, сол мусорды шығарған кезімізде Жұлдыздың папасын көріп қалдық. Ол кісі бізге ақша берді да, біз сол ақшаны жоғалтып алдық. Кімнің папасы? Сенің әйелің бар ғой, Жұлдыз. Соның папасы. Кешірші, пожалуйста. Әдейі емес. Йо. Ағындым арайлы алматы. Ой, қызым келді, ботам келді мен. Ей, не оқып қалды? Папа, неге өтірік айта бересің? Не оқып қалды? Маған Әсет бәрін айтты. Сен оған ақша бердің деп өтірік айтқаныңды. Ана екеуін ақша тартып кеттің ғой, материалға, үйді тезірек бітірсін деп. Енді берсе бәріне айту керек па? Сенен вообще біреу ақша сұрады ма? Осыларға көмектесемді жақпайсың. Саламатсыз ба, қош келдіңіз. Саламатсыз. Сұрай беріңіз, не іздедіңіз? Қазір. Бізде күшті жеңілдік болып жатыр, 50% жеңілдік болып жатыр қазір. Біріншісін көрсете аласыз? Наныма? Таңдауыңыз өте күшті екен. Бұл жерде бельгийский бриллиант, таза, натуральный. Еще бұл международный сертификатымен жүреді бізде. Инвестировать етсеңіз болады өзіңізге. Сөз салға ма сізге? Жоқ, біздікі кешірім сұрауға ғой. Тем более күшті. Бұл еще күшті жеңілдікпен беремін сізге. 50 емес 60% деп беремін. Бола ма? Әдемі ғой, осын берсеңізші. Жүріңіз. Осын алсам кешіреді дейсіз ғой, по-любому. Конечно, кешіреді. 3,5 миллионның жүзігі. Кешірмесе возврат болады ма? По-любому кешіреді, уайымдамаңыз. Да, болды. Жан. Бұзылған тіршіліктің ырғағы Мен дұрыс емес пе? Қаршыға маған бәрін етіп берді. Кешірші мен жан. Нер?
Та-дам! Қалай? Қаршыға, братан, мен кеттім, короче, шаршадым бәріне. Жындысың ба, қайда кетесің сен, қайда кетпекшісің? Түн болды ғой, қайда барасың? Бірдеңесі болар. Несі болар? Хотя бы мына жердің бәрін реттеп, жинап дегенде. Сосын мен оңға, сен солға, пожалуйста. Жоқ, сен өзің істейсің. Сен сонда мені қазір кидать еп тұрсың ба? Бері қараш, бері қараш, тыңдаш. Кидать еп тұрсың ба мені сонда қазір? Братан, просто задолбался. Как задолбался? Родной, семьяна ақша керек қой. Біретін теңгеңді салып жіберем потом. Бере саласың ары бер дегенде. Потом ана кім бар ғой? Әсет пен Жұлдыз. Ұят болды ғой, қалай қараймыз беттеріне. Мынаны кішкене бітіріп, потом үйге қайтайық, пожалуйста. Сен и так бар ғой, ана коридорда бітірмеген жұмыстарың бар. Ана кухня мен туалетте де. Мынау ше? Не мынау? Пожалуйста. Дайын тұрған нәрсе ғой, братан. Апасына ғой мынау. Тек патрон саласың, болды.